Енді біз иман болғаннан кейін талай адамдар бізді тірліктермен шақырады ғой. Мысалы бір дүниесі көп адам шақырады да, адамдардың алдында басқаша отырады ғой. Жеке сөйлескен кезде жағдайын айтады ғой. Шынымен жаның ашидан адам ғой. Осы жерден түсінгенім, дүниенің көп болуы ол бақыт емес. Өйткені талай бақытсыздар бар, дүниесі көп. Баласын игере алмай жатқан. Біздің қазақ түсінікті айтты ғой, болды. Бірінші байлық денсаулық деді ғой, болды ғой. Бізде денсаулығы мықты жігіттер дүниенің соңында мен ақпа деп жылап, зарлап ұшып жүрміз ғой. Бақыт жоқ қой бізде. Өйткені енді бір Opel алсаң, соседің Opel'ін сатады, Toyota алады. Енді оған жету үшін тағы ит болып шабасың. Расы да, біз сосед үшін өмір сүріп жүрген адамбыз ғой біз өзі. Үй салсақ та содан бір екі қыш көтеріп қою керек ана. Ұятпын, өзіңе ыңғайлы деген нәрсе жоқ бізде. Солай да. Мен айтамын, ана ауруханаға кірсе, ана травматология деген бөлімге кір. Сөйтіп көр, жатқан адамдарды көр, сөйтіп өзіңді сұра, сен бақыттысың ба, бақытты емессің бе деп ше. Шынымен ана жерде денсаулығың бар ма, бақыттысың ба болды. Бала шағаң бар ма, бақыттысың. Былайша айтқан кезде бір-ақ сөз, ұйқың тыныш қой, сен бақыттысың. Қанша ақшаң көп болса да адамдар демидол ішіп ұйықтап жатыр ғой. Ұйқың тыныш емес па, сен бақытты емессің.